алейкум ассаламу рахматуллах ва баракатуху. Негізінде шектік мәселесі құрбан садақасына, құрбан айтқа қарсы шығарылған бір жаңалық бидағат. Бұның шыққан тарихын фиқх кітаптарымызда, тәпсір кітаптарымызда былай деп келтіреді. Ертеде сондай бір топ болған, адасқан қауым болған, өздерінің дүниеден озып кеткен кісілер болса, ағайындары болса, оларға құрбан айт бір күн бұрын жетсе деп, олардың малдарын, өлілердің, дүниеден озып кеткен ағайындарының, кісілерінің малдарын бір күн бұрын шалатын болған. Қараңыз, бізге бір күн кейін құрбан айт жетсе деп, өздерінікін құрбан айт шалатын болған. Бірақ Алла субханаху ва тағала Құран аятта айтады: "Фасалли ли раббика ванхар" дейді. Құрбан айтта намазды оқып, одан кейін құрбандық шалың дейді. Қараңыз, құрбан айттың малын намаз оқымай шалсаң да құрбандығың қабыл болмайды. Енді қараңыз, тіпті о құрбан айттың садақасын, малын бір күн бұрын шалатын болсаң, ол Алланың бұйрығына, Құранға, хадиске тікелей қарсылық болады. Сол үшін бұл үлкен жаңалық бидағат болып есептеледі. Ол адасқан топтардың, бұл динден хабары жоқ адамдардың іс амалы болып табылады. Яғни өлілердің құрбандығын бір күн бұрын құрбан айттан шалу керек деген түсінікпен, көзқараспен шыққан бұл үлкен бір адасушылық, бұл бидағат, күнә, ауыр күнәлардың бірі болып есептеледі. Өкінішке орай қазіргі таңда бұл бидағатты жасайтын, яғни шектікті жасайтын ағайындар бұл бидағатты үлкен дамытып бара жатыр. Яғни шыққан тарихымдан да үлкен нәрселерді қосып жатыр. Яғни бір үйде, бір жанұяда бір адам құрбандықтан бұрын, құрбан айттан бұрын қайтыс болса, дүниеден озатын болса, ол үйде шектік беріледі. Қараңыз, қандай тәртіппен? Айттан бір күн бұрын, неше күн бұрын сол өлінің атына мал сойылады. Бірақ Алланың фарзы тарт болады о жерде. Тіпті Алла міндет қылған құрбандық малын, яғни құрбан айтта намаздан кейін сойылатын малды барлығы тарт қылады. Қараңыз, яғни бұл бидағаттың алдын ұстамасаң, бұны тазартпасаң дінден, бұл бидағат шайтанның амалы дамып барады. Неге? Сол бидағатты қолдайтын жаңа адасқандар, шайтандар да көбейеді. Сол үшін үлкен муфассир, тәпсірші ғұламалар Аллама Мухаммад Идрис Кандахлауи, Аллама Мухаммад Умар Сарбази рахималла осы аяттың тәпсірінде «Вала таттабиу хутуати шайтан», шайтанның қадамдарына, шайтанның айтқан жолдарына, сөздеріне ермең дегенде бұны келтіреді. Яғни қазіргі таңда адамдар Алланың айтқан жолымен, Алланың қойған тәртібімен, Алланың айтқан күнде садақа бермей, шайтанның васвас қылған, шайтанның үйреткен жолымен садақа беруді үлкен құлшылық, ибадат біледі дейді. Қараңыз, Алла құрбан айтта намаздан кейін шал десе, жоқ, біз бір күн бұрын шаламыз, біз шектік береміз, біз білмеймін қазақтарымыз, біз ата бабамыз осылай істеген, біз ата білмеймін әжелеріміз бұлай істеген, Алла сақтасын. Қараңыз, онда шайтанның жолы шайтан осы болып табылады. Алланың айтқан жолымен, тәртібімен, күнімен бермей, шайтанның айтқан жолымен береміз біз. Қараңыз, бұл егер осы мақсатпен, осы тарихамен, осы жолмен берілетін болса, бұл садақаға бару да дұрыс емес, бұны жеу да дұрыс емес. Себебі бұл Алланың әмірін тәрк қылып, шайтанның жолына бару. Шайтанның жолы да әрқашан тозақ қылады. Алла субханаху ва тағала баршамызды шайтанның жолынан сақтасын. Иншалла өзінің сара жолына, өзінің хақиқи жолына, жәннатқа апаратын жолға бізді жетелесін. Иншалла. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. لبيك لا شريك لك لبيك